Саламатсыздармы, құрметті оқушылар. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын экранда не көрсетілген? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Қалай ойлайсыздар? Иә, дұрыс таптыңыздар деген ойдамын. Мұнда газдалған сусын, тез дайындалатын тағамдар бейнеленген, яғни оларға жоқ белгісі көрсетілген. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фастфудтың зияны, вред фастфуда. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Жақсы балалар, енді алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай, что мы видим на картинках? Что мы можем рассказать? Қайсысы пайдалы, у вас спрашивают? Какая из них полезная? Да, сверху у нас гамбургер, да? Гамбургер, жареный картофель, кумыс, кока-кола, бешбармак. И это, по-моему, чикен или чипсы. Жақсы. Мұндағы тағамдардың пайдалысы қымыз және буға немесе суға пісірілген тағамдар пайдалы болып табылады. Жақсы. Енді балалар, сіздерге қосымша мәлімет. Дополнительная информация про фастфуд. Фастфуд өнімдерінің балаға әсері. Әлі қатаймаған балалардың организмі фастфуд өнімдерінің зиянды элементтерін тез қабылдап алатындықтан, қазіргі кезде балаларда қантты диабет, эндокринді жүйе мен иммунды жүйенің бұзылыстары, жүрек қан тамырларының аурулары және басқа да көптеген аурулар көптеп кездеседі. Теперь перевожу. Эффект продуктов фастфуда для детей. Сахарный диабет, нарушение эндокринных и иммунных систем, сердечно-сосудистые заболевания и другие заболевания в настоящее время часто встречаются у детей, так как организм незрелых детей быстро усваивает вредные элементы фастфуда. Жақсы, фастфуд тағамдарының зиян екенін түсінген болармыз. Ендеше бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Новые слова записываем в словарную тетрадь и выучим. Повторяем. Тез бұзылады, быстро портится, ескерту, предупреждение, жиі, часто, сапа, качество, қазы-қарта. Қазы-қарта. Ну, каза-карта это рассказать, если вкратце, это колбаса из конины, да? Артық салмақ это лишний вес. Теперь слушаем текст. Тыңдалым. Үшінші тапсырма, 20-шы бет. Следите. Это третье задание с 20-й страницы. И слушаем. Мәтінді оқы және тыңда. Бүгін мектепте фастфудтар деген тақырыпта сынып сағаты өтті. Сынып сағатына оқушылар, гастроэнтеролог дәрігерлер қатысты. Дәрігерлер мектеп оқушыларына тез дайындалатын тағам туралы айтты. Гамбургер, хот-дог, майға қуырылған картоп, газдалған сусындардың зиян екенін ескертті. Олар дайындаушылар фастфуд тағамдарының сапасына қарамайды. Сондықтан фастфуд тағамдары тез бұзылып, көп ауруға себеп болады. Балалар фастфуд тағамдарын жақсы көреді. Ол денсаулыққа зиян. Сендер дұрыс тамақтана біліңдер, деді. Қазір 6 жастан 14 жасқа дейінгі балаларда қан аздық ауруы көп кездеседі. Ал асқазан ауруы бірінші орында тұр. Фастфуд тағамдары артық салмақ қосады. Теперь я вам предоставила перевод. Вы можете сами самостоятельно прочитать. Теперь перейдем к заданиям. Енді балалар, жазылым, айтылым, тапсырма. Это бірінші тапсырма 19-шы бет. Суреттерге қарап, берілген тағамдардың зияны мен пайдасы туралы диалог құрастыр. Смотрите на картинки и составьте диалог о пользе и вреде данных продуктов. Дескриптор 3 балл. Следующее задание это екінші тапсырма, жазылым, письменно. Жаңа сөздерді пайдаланып, сөз тіркесі мен сөйлем құра. Составьте предложение или словосочетание, используя новые слова. Дескриптор
3 балл. Следующий айтылым. Устное задание. 7-ші тапсырма 21-ші бет. Суреттегі екі баланың қайсысы гамбургерді жиі жейді? Өз пікіріңді дәлелде. Дескриптор 4 балл. Кто из двух детей на картинке больше всего ест гамбургер? Докажи свою точку зрения. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңдар.